Мен Тұранның сұлтаны Темірбек. Туған жерім Кеш қаласы Моғолстан хандығы. Шын есімім Темірбек деп 1391 жылы Ұлытаудағы Қарсақбай тасына жазып қалдырғам. Менің шежірем Шыңғыс Қағанның 4-ші атасы Түнбиненден өрбейді. Ол менің 9-ші атам. Шыңғыс Қаған Түбіненің Қабыл атты ұлынан тараса, мен Қажулы деген ұлынан тараймын. Менің тарихи отаным қазіргі Қазақстан Алтайы болып табылады. Ол жерде менің ата-бабаларым Найман деген қағанат құрған. Найман қағанаты 8 ұлыстан тұрғанмен, соның Барлас деген ұлысынан шыққанмын. Менің атам Қарашар Шыңғыс Қағанның ірі қолбасшыларының бірі болған. Мені Темірлан, яғни Ақсақ Темір деп парсылар атады. Әмір Темір, Сахиб Құран деп Қоластындағы Хорезм халқы дәрежеледі. Менің уақытымда Қазақта өзбектер болған жоқ. Олар Алтын Орданың екіге бөлінген халқы еді. Олар маған қатты өш болды, себебі менің мақсатым дүйім түркі жұртын Тұран деп біріктірсем деп мақсат етім. Сол үшін мен Алтын Орда тағына Тоқтамысты отырғыздым, алайда ол уәзірлер жетегіне еріп маған 3 рет қарсы шықты. Нәтижесінде менің Тұран ұрпақтарының болашағы үшін Мейін империясын талқандауға арналған. Жорығыма кедергі келтірмесін деп Тоқтамыс әскерін қиратуға шешім қабылдадым. Ол үшін едіге қолбасшы маған үлкен көмек берді. Жеңіліп қашып құтылған Тоқтамысты ұстап алып бақилық етті. 21 ғасырда менің қос халқым өзбек пен қазақ мен үшін қатты таласады екен, мен оған қуаныштымын. Қазақ пен өзбек мені баба етіп пір тұтқылары келсе, онда алдымен екеуімен жасаған ұлы істерді жасасын. Өкінішке орай, о дүниеде Шыңғыс Қаған екеуіміз сендердің қазіргі күйлеріңе қарап, қатты күйзеліп жылап отырмыз.